Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сендермен отбасы туралы әңгімелесетін боламыз. Отбасы шағын мемлекет, отбасы бұл үлкен біздің байлығымыз. Ал балалар, сендер қазір өздерің отбасыларың туралы әңгімелейтін боласыңдар. Және сендердің отбасы туралы пікірлеріңді мен бейне жазбаға түсіріп, ата-аналарыңа жіберетін боламын. Ал балалар, отбасы туралы кім айтқысы келеді? Ондай болса балалар, мен сендерден журнал бойынша тізіммен сұрайын. Апай, мен айтсам бола ма? Зере, сен дайынсың ба? Кел ғой, тақтаға шық. Қазір мен сені бейне жазбаға түсіріп алайын. Мен кейде гаджет болғым келеді. Адамдарға пайдалы, көркем, сәндің керекті нәрсе болғым келеді. Әкем жұмыстан келгеннен кейін телефон демес, мені қолына алып, мен ойымды түсінсе ғой. Анам да телефонда сағаттап отырады. Сол экрандағы бөтен адамның әңгімесін емес, менің ойымды, арманымды түсінсе ғой олар. Кешкі ас кезінде барлығы планшетке қарап отыр. Ал мен бұрышта үнсіз отырмын. Мен сол кезде планшет болсам ғой, деп ойлаймын. Мен сіздерді қатты жақсы көрем. Мен бірақ гаджет емес, мен тірі адаммын. Сондықтан мен сіздерді қатты жақсы көрем. Бірақ шынымен гаджет болғым келеді. Менде ғана емес, сенде де сондай екен ғой, Зере. Я, мен де гаджет болғым келеді. Я, менде де дәл солай. Гаджет болғым келеді. Біздің қызымыз ғой. Әкесі, қараңызшы, мына біздің қызымыз ғой. Қане? Я, біздің қызымыз ғой. Естіп отырсыз ба не айтып жатқанын? Я, шынында да біз көңіл бөлмейді екенбіз қызымызға. Мағына сабағымды түсіндіріп берші, түсінбей жатырмын. Қызым мазаламаш, қолы босамай жатыр. Анашым, менімен бірге ойнаш. Қызым, тұра тұр, қазір менде маңызды қоңырау бар еді. Содан кейін екеуміз ойнаймыз, жақсы ма? Алло? Қызым, кешірші. Мен мектептегі видеоңды көрдім, естідім. Енді бұлай жасамауға тырысамын. Я, қызым, біз сені жақсы көреміз.